Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде 130 сабақ дара және күрделі сан есім. 40 жаттығу. Суреттерге қарап, балалардың қайда саяхатқа бармақшы болғанын тап, сол жер атаулары тақырып етіп алып, әңгіме құрастыр. Мен бұл жерде Бурабайды алдым. Бурабай Қазақстанның ең керемет жерлерінің бірі. Табиғатының әсемдігін сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Көлдің ортасында үлкен тас орналасқан. Ол тасты жұмбақ тас деп атайды. Дәл осылай жалғастыра бересіздер. Қырық бірінші жаттығу. Мәтіннің қатесін түзеп жаз. Түркістан қасиетті қала. Ондағы Тайқазан деп тұр. Яғни бұл жерде Тайқазан емес, Тайқазан болады. Көне ескерткіш. Ол 7 дүрлі деп жазылыпты. Дүрлі емес, түрлі металдан жасалған. Салмағы 2 тонна. Дара сан есімдер тау. Олардың қай сөзбен байланыстырылғанын анықта. Дара сан есім 7, 2. Олар 7 түрлі, 2 тонна деген сөздермен байланысып тұр. Қырық екінші жаттығу. Диалогты сұрақтары мен жауаптарын толықтыр. Түркістан қандай қала? Түркістан көне қала. Түркістанда қандай кесене бар? Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Тайқазанның салмағы қанша? Тайқазанның салмағы 2 тонна. Қырық үшінші жаттығу. Жолаушыға айтылатын тірек сөздерді есінде сақта және көркем жаз. Жолың болсын. Сәт сапар. Жақсы демалып кел. Балалар, осы каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.